16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанда аталып өтеді. Бұл күн ұлттық мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке. 1991 жылы КСР ыдырап, одақтың құрамындағы елдер өз алдарына жеке мемлекет болып жатты. Солардың қатарында Қазақстан да болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. Тарихқа көз жіберетін болсақ, тәуелсіздік 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастардың ерік-жігері, ең алдымен барша қазақстандықтардың арман мұратының салтанат құруы. Желтоқсан көтерілісі бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқы тарихындағы елеулі оқиға болып табылады. Қазақтың азаттық жолындағы арпалысы 1991 жылмен түйінделеді. Сондықтан 1991 жыл біз үшін қастерлі кезең. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылы 10 желтоқсанда алғаш рет ант берді. Бұл тәуелсіздік ескерткіші. Бұл өте биік. Ескерткіштегі адам қанатты барыстың үстіне орналасқан, өзі алтыннан жасалған сауыт киіп алған. Бір қолында қыран құс, бір қолында садақ. Ол батырға ұқсайды. Қанатты барыс тәуелсіздіктің белгісі. Батыр бабамыз осы тәуелсіздікті қорғап тұрғандай. Тәуелсіздік үшін мың өліп, мың тірілген қазақ елі гүлденіп, мәңгі жасай бермек. Тәуелсіздігімізді алтынымыздай ардақтап, асымыздай бағалайық, қымбатымыздай құрметтей білейік. Ел таңбамыз ажарлы, әнұранымыз әуенді, асқақ бола берсін. Еліміздің, елдігіміздің белгісі көгілдір туымыз, қасиетті көк байрағымыз көкте қалықтап желбірей берсін. Тәуелсіздік күні құтты болсын.